Педагог жұмысындағы сандық технологиялар. Мақсаты педагогтердің компьютерлік сауаттылығын арттыру, бағдарламалық білім беру кешендері мен ғаламдық компьютерлік интернет желісінің ресурстарымен жұмысты игеру, болашақта әдістемелік қызметте заманауи компьютерлік технологияларды қолдана алуы үшін балалармен және ата-аналармен сапалы жаңа деңгейде іс-шаралар дайындау және өткізу. Міндеттері педагогтердің ақпараттық-коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру үшін жағдайлар жасау, педагогтердің ақпараттық-коммуникациялық технология құзыреттілігін сандық білім берумен және интернет желісінде жұмыс істеу қабілетін арттыруға ықпал ететін әдістемелік жұмыс жүйесін әзірлеу. Білім беру процесінде ақпараттық-коммуникациялық технология және сандық білім беруді үнемі қолдануда педагогтердің қажеттіліктерін қалыптастыру. Күнделікті өмірде біз ұйымдастырылық іс-әрекетте біз нені пайдаланамыз? Көріп отырғандарыңыздай смартфон, веб-камера, сабвуфер, акустикалық колонкалар, яғни фотоаппарат, флеш-карталар, компьютерлер, принтер, сканер, ноутбуктар, мультимедиялық проекторлар, музыкалық орталық, интерактивті тақта, интернет желісінің қосылуды күнделікті пайдаланамыз. Жалпы ақпараттық технология дегеніміз не? Қазіргі компьютерлік техника негізінде ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу, тасымалдау істерін қамтамасыз ететін математикалық, кибернетикалық тәсілдер мен қазіргі техникалық құралдар жиыны. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар бұл есептеу техникасы құрылғыларын, сондай-ақ телекоммуникация құралдарын қолданып жүзеге асырылатын ақпараттармен өзара әрекеттесу процестері мен әдістері болып табылады. Педагог жұмысында ақпараттық коммуникациялық технологияны қолдануды не үшін пайдаланамыз? Көріп отырғандарыңыздай, ол білім беру процесін жоспарлаймыз, ұйымдастыру іс-әрекетін ұйымдастырамыз, интернет желілерінде материалдар іздейміз, ата-аналармен өзара әрекеттесеміз, әріптестермен қарым-қатынас жасаймыз, мониторинг жүргіземіз, педагогтың кәсіби шеберлігін арттыруда, құжаттармен жұмыс жасауда пайдаланамыз. Ақпараттық коммуникация технология құралдары, ол яғни компьютерді ноутбук, CD-дискілер, презентация, электрондық оқулықтар, Active Word, Active Studio. Екіншіден теледидар, теледидарда видео, музыка, сурет көру кестелер. Үшінші интернет желісі, ақпарат алу, өңдеу, сақтау, көрсету, пайдалану. Төртінші отқыр қондырғылар, яғни нетбук, планшет, наушник, фотоаппарат, видеокамера, ұялы телефондар болып табылады. Ақпараттық коммуникациялық технологияны қолдануда қандай әдіс тәсілдер бар? Ол бірінші дидактикалық, яғни дидактикалық ұйымдастыру іс-әрекетінің материалын дайындау, компьютерлік бағдарламаны талдау болып табылады. Екінші әдістемелік тақырыпты беруде ақпараттық коммуникациялық технологияны қолдану әдістерін анықтау, ұйымдастырылу іс-әрекетінің нәтижесін талдау, келесі ұйымдастырылық іс-әрекетінің мақсатын қою болып табылады. Ұйымдастырушылық ол баланың шамадан тыс жүктелуін және уақытты тиімсіз өткізуді болдырмайтындай етіп ұйымдастыру болып табылады. Оқыту ол қарастырылған тақырып бойынша балалардың білімдерін және ұсынылған бағдарлама бойынша біліктері мен дағдыларын нығайту және бекіту болып табылады. Ақпараттық коммуникациялық технологияны пайдаланудың қандай артықшылықтары бар? Олар жедел қарым-қатынасты қамтамасыз етеді, нақты уақыт режимде өзара әрекеттесуге мүмкіндік береді, интернетті ақпараттар алмасу кеңістігін құруға мүмкіндік беретін платформалар, бағдарламалар мен құралдарды әзірлеу үшін пайдаланады. Жаңа технологиялар мен құрылғылар арасындағы интеграция арқылы жаңа байланыс құралдарын құруға ықпал етеді. Ендігі сандық білім беру ресурсына келетін болсақ, ол қазіргі заманына талабына сай, бұл заманауи оқушысы мақсат міндеттерін жүзеге асыруға бағытталған графикалық, сандық, тілдік, музыкалық, видео, сурет және басқа да ақпараттан тұратын ақпарат көзі. Сандық білім беру ресурстары мультимедиялық дыбысталған презентациялар, сандық форматқа айналдырылған мәтіндер, интерактивті тапсырмалар мен белгілі бір тақырып бойынша тестілеу бағдарламалар түріндегі интерактивтік кешен болып табылады. Сандық білім беру ресурстарының қандай маңызы бар? Педагог пен білім алушының жұмысын жеңілдетеді, аз уақытта керекті ақпараттарды тез табуға мүмкіндік береді, қолданаушының ізденуіне жұмыс жасауына ықпал етеді, қажетті материалдарды сұрыптап жинақтай алады,
байқау олимпиада турнирлерге дайындалуға жеңілдік береді, шеберлік пен дағдыны дамытады. Сандық білім беру ресурстарына қойылатын қандай талаптар бар? Бірінші, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспарына сәйкес болуы қажет. Екіншіден, заманауи формаларына бейімделуі, жоғары интерактивтілігі мен мультимедиалығы қамтамасыз етілуі қажет. Үшіншіден, танымдық қызығушылықтың артылуына жол береді. Сандық білім беру ресурсы, яғни мектепке дейінгі білім беру ұйымында әкімшілік, балалар, ата-ана, педагогтар арасында жүзеге асырылады. Яғни ол қандай қызметтерді атқарады? Балабақшаның ресми сайты, әлеуметтік желілер, білім беру үрдісінде ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану, электронды білім беру ресурстары, ата-аналармен іс-әрекет, педагогтардың ақпараттық коммуникациялық технология құзыреттілігін арттыру, материалды техникалық базасы, ішкі коммуникация жүйесін ұйымдастыру, электронды құжат айналымы, электронды поштасы арқылы жүзеге асырылады. Қорытындылай келе, ақпаратты коммуникативті технологияның қолдану ол білім сапасының артуына оң әсерін тигізеді. Балабақшада ақпараттық технологияларды қолдану жолдары: балалардың ойлау қабілеттерін дамытуда, ақпаратты технологияларын пайдалануда, балабақша жас ерекшелігіне сәйкес ақпаратты технологияларды пайдаланудың тиімді жолдарын айқындап алуда, арнайы сабақтарда қолданылатын құралдарды анықтауда, осыны жүзеге асыруға арналған әдістемелік көмекші құрал. Назарларыңызға рахмет.